Көз не үшін тиеді? Өзіңізді, бала шағаңызды, мал дүниеңізді көз тиюден сақтағыңыз келеді ме? Онда Құранның Каһф сүресінде баяндалған мына оқиғаны тыңдаңыз. Сатып пайда тап, сата алмасаң ақшаңды қайтарамыз. В общем, никак минусқа кетпейтін вариант болып тұр ғой. Билав Қазақстандағы жалғыз КМДБ халал сертификаты бар тіс пастасы. Бізден бір қорап тіс пастасын аласың, сатқан пайдаң өзіңдікі, саталмаған тауарларының ақшасын төлеп өзімізге қайтарып аламыз. Артықшылықтары 100% халал, зиянды қоспасыз, өте тиімді баға. Заводтан тікелей келген бағамен аласыз. Қысқасы, бұл нұсқаға ешқандай отмазка айта алмайын деп тұрсың ғой. Сондықтан төмендегі нөмірге хабарласып, толық ақпарат алып бізбен серіктес бол. Алла бір құлына үлкен байлық береді. Оның жүзімнен 2 бағы болады. Және оның сыртын Алла құрма ағаштарымен қоршап береді. Бұл қазірдің өзінде байлардың арасында енді мен фазендам бар, үйір малым бар деген сендей бір сенсіздетін нәрсе ғой енді. Ол кезде бұл тіпті есепсіз байлық. 2 бақ та өзінің жемісін тоқтаусыз беріп тұрады. Өспей қалу, түсіп қалу, жеміс бермей қою деген әңгіме жоқ. Оның жемістері толығымен беріліп тұрды. Енді оның барлығын суару керек қой. Ол үшін Алла тағала 2 бақтың ортасынан өзен ағызып берді. Қараңызшы, не деген байлық. Бірақ бұл байғұс ризық несімен көтере алмай, қасындағы жолдасына барып, саған қарағанда менің мал дүнием көбірек, бала шағам көбірек деп мақтана беретін болған. Құранда оның бір кемшілігі ол өз-өзіне зұлымдық жасаушы дейді. Мағынасына үңілсек, жалпы берушіге шүкіршілік ете алмау, мен бұған лайықпын, өзім жеттім, енді мен болмағанда кім деп тәкаппарлану екен да. Ондайларда Алла өз-өзіне зұлымдық қылушы дейді. Неге зұлымдық қылушы? Себебі Аллаға шүкіршілік етпей мақтана беру сол ризық несібенің кетуіне негізгі себеп болады екен. Сөйтіп олбай не дейді? Мен бұл нәрсені ешқашан таусылады деп ойламаймын. Және қиямет кеп қалса, арғы дүниеде де менің жағдайым тура осындай, немесе бұдан да жақсы болады дейді ғой. Енді самооценкасы ұрып тұр, өз-өзіне сенімді. Дүниеде бай болғанға Алланың любимчигім деп ойлап қалған ғой. Бірақ Алланың сүйікті құлы болуға ешқандай әрекет жасалмағанда. Алла құлын жазалауға асықпайды ғой. Бұған көршісі арқылы ескертулер жіберіп тұр. Көршісі менің мал дүние тұрғысынан, бала шаға тұрғысынан кемсіткенше, сен бағыңа кірген кезде неге машалла, ла қуата илля билля деп айтпайсың? Бұл Алланың қалауы, Алладан басқа ешқандай күш қуат жоқ деп айтпайсың ба? Сен неге Аллаға күпірлік қылып жатсың деп айтады екен. Бұл анабайға деген ескерту болатын. Қараңшы, Алла бізге керемет дұғаны үйретіп тұр да. Бізге бір ризық несібе, бір нығмет келген кезде машалла, ла қуата илля билля деп айтуымыз керек екен. Сол кезде оған көз тимейді, бәле келмейді екен. Досы сөзін жалғастырып, Алла маған сенікінен де артық нәрсе беруі мүмкін. Ал сенің бағыңа бәле жіберуі мүмкін. Және өзеніңді тұңғиыққа түсіріп, оны шығарылмауы мүмкін дейді. Шынында тура солай болады. Бағы қурап, жүзімдері шіріп, бақшасына бәле келеді. Байғұс бай санын ұрып, әттеген ай, мен Аллаға серік қоспағанымда ғой дейді. Алладан басқа оған ешкім көмектесе алмады, және ол жеңіске жеткендерден болған жоқ. Жалпы мал дүниемен, бала шағамен мақтану тіл көзді шақырудың ең оңай жолы. Егер мал дүнием, бала шағам тіл көзден аман болсын десеңіз, осы оқиғадағы дұғаны айтып жүріңіз. Экранға шығарып қоямыз. Жоғалып болмау үшін видеоны сақтап алыңыз. Және көп адамға пайдасы тию үшін репост жасап қойыңыз. Рахмет.